Құрметті телекөрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік, тікелей эфирде Қайырлы таң сазды ақпараттық бағдарламасы. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы жақында ғана Ақтөбе қаласында өткен 4-ші халықаралық балауса фестивалінде гран-при иеленген біздің жерлестеріміз, біздің мақтаныштарымыз. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақсаз драма театрының актерлері мен режиссерлары. Олай болса таныс болыңыздар. Батырбек Шамбетов Сәбит Мұқанов атындағы Қазақсаз драма театрының режиссері және Жадыра Асқар актриса қызымыз. Сәлеметсіздер ме, қош келдіңіздер. Ондай мақтаныштарыңызбен, гран-приларыңызбен құттықтаймын. Тек қана халықаралық емес, тағы да көптеген жетістіктерді, белестерді бағындырып, осылай биіктен көрініп жүре беріңіздер. Жақсы, міне енді Ақтөбе қаласының 150 жылдығына арнайы өткізілген. Осы фестиваль туралы толықтай таныстырып кетсеңіздер, қандай өздеріңіздің спектакльдеріңізді ұсындыңыздар? Біз мына балауса эксперименталдық жаңағындай театралдық фестивальға біз Шолпанның күнәсі атты спектакльімізді апардық. Бұл өздеріңізге белгілі Мағжан Жұмабаевтың шығармасы, әңгімесі, солының желісі бойынша қойылған спектакль болатын. Бұл фестивальға көптеген 5 мемлекеттен қатысты: Армения, Өзбекстан, Қырғызстан, Татарстан, Қазақстан. Сосын бұл Қазақстанның өзінде де бір 6 театр қатысты. Ол Алматы қаласынан келген 2 театр, Ақтөбенің өзінің 2 театры қатысты, орыс, сосын қазақ театры. Содан кейін Тараз қаласынан келген біздің әріптестеріміз болды. Соларменен жарысқа түстік. Сол енді бұл фестиваль осы Ақтөбе қаласының 150 жылдығына арналып жасалған фестиваль екен. Бұл фестивальға бұрында біздің театр қатысқан болатын, алдыңғы жылдары. Бұл жолы бірақ халықаралық деңгейге көтеріліпті. Сонда бір фестивальдің деңгейлі өсіп келе жатты. Енді сол өсіп келе жатыр екен жаңағындай. Сол жюринің мүшелері дағы халықаралық сондай эксперттері болды. Ол Татарстаннан келген Нияз Игілямов деген атақты жаңағындай театр критигі, театр танушысы. Сол келді. Сосын Санкт-Петербургтың театр өнері институтының доценті Татьяна Журова деген критик болды. Сосын Қырғызстанның халық артисті Одырақаев Бұсырман ағамыз келді. Сосын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Есмұқан Обаев. Сол кісілер төрелік етті. Солардың жаңағындай талқысынан өтіп, осындай гран-приге ие болып жатырмыз. Жақсы, жалпы енді Шолпанның күнәсін әрбіріміз оқығанбыз ғой. Енді керемет шығармалардың бірі, соны керемет қып өздеріңіз сомдап, оны өздеріңіздің өнерлеріңізді міне дәлелдедіңіздер, гран-при иегері атандыңыздар. Тағы да құттықтаймыз. Жадыра, жалпы енді өзіңіз Шолпан басты рөлде ойнадыңыз. Қандай қиындық болды Шолпанның күнәсін осы шығармада ойнау? Басты рөлдегі кейіпкер енді не дегенмен барлығымыз білеміз ғой шығарманы. Өте ауыр болды маған, әрине бұл рөл. Негізі бұл Шолпан менің табиғатыма мүлдем басқа да, қарама кереғар рөл. Шыны керек. Ең басында мен осы Петропавлға 1 жыл болады, алла жазса жұмыс жасап жатқаныма. Ең бастапқы кезде келгенде Батыр ағай бізде кімнің кім екенін білмейді де, ол кезде әлі. Тани алмай, бізді әлі зерттеп, былай зерттеп жүрді. Сол кезде біз Островскийдің «Пайдалы орын» деген спектаклін қойды ағай. Сөйтіп мені Полина деген рөлге алды. Ол қыздың табиғаты маған келеді. Ол мен ерке қыз, сондай нетіп жүріп, сөйлеп қалған, сөйтіп. Шошаңдаған. Бірақ еркетай емес дейсіз ғой. Сөйтіп жүрген қызда, мені сол рөлге алғаннан кейін өзіме кішкене, ол Полина енді бастапқы кезде енді кішкене қиын болды, но өзіме сіңіп кетті ол, как-то спокойно кішкене былай еркін нете алдым. Ал Шолпанға келетін болсақ, мен өте қатты қиналдым, себебі бұл біріншіден ол үлкен әйел. Басынан өткені енді өте қиын болды да, енді табиғатыма қарсы болғандықтан өте қиын болды, бірақ Аллаға шүкір алып шықтым дейсіз. Керемет енді. Бір күннің Жадыраның ойынында Жадыраға дейін алдында Гүлдана Асқарова
актрисамыз ойнаған болатын. Ол қызымыз жаңағыдай декреттік демалысқа шығып кетті. Орнына басқа актрисаны дайындауға тура келді де, кімге Жадыраға сол роль табыстадық. Енді бұл шынын айтқанда бұл жаңағы кімнің Жадыраның өзі кеше ғана институтты бітіріп келген жас маман. Содан өзімізді қорықтық расында. Бірақ жаңағыдай бұл роль үлкен роль ғой енді жаңағыдай. Басынан жаңағыдай әйел басына түскен өте қатты сын деп айтайық. Балалы бола алмай жүрген келіншектің жаңағыдай қиналысы, күйзелісі жаңағыдай. Соны ойнау әрине мұндай тұрмысқа шықпаған, бала таппаған қызға әрине қатты жаңағыдай ауыр соқты. Бірақ Жадыраның ойында мен осы фестиваль барысында жаңағыдай ойнап жатыр, мен зрительный залда қарап отырмын. Қарап отырғанда өзімнің спектакль қойғанымды ұмыттым, шынын айтайын. Мені бір жаңағыдай бір осы кімнің жаңағыдай Шолпанның жаңағыдай тағдырына, соның қылығына, сол дұрыс жасады ма, бұрыс жасады ма деген бір басқа бір қиялдап кеттім де, өзім спектакль қойғанымды да ұмытып қалдым жаңағыдай. Міне осы сол мені жаңағыдай бір көрерменді, яғни бір басқа орбитаға шығара алса актриса, оның кереметтігі сол емес пе? Сондықтан сол нәрселерді жаңағыдай жюрилеріміз бағалаған шығар деп ойлаймын. Әрине дұрыс айтасыз, міне тіпті сіз өзіңіз кіріп кеттім деп отырсыз ғой, сонда Жадыраның осы жерде өзінің шеберлігін көрермендерге жеткізе білгені ғой, өзінің рөлін алып шыққандығы. Жақсы, жалпы осы Шолпанның күнәсында көптеген әдебиетте енді кішкене жаңағыдай дұрыс істеді ма, бұрыс істеді ме деген әртүрлі пікірлер де кездесіп жатады ғой. Ал өздеріңіз осы шығарманың желісіне қандай да бір өзгеріс енгіздіңіздер ме, әлде дәл сол қалпында? Жоқ, дәл солай. Мағжан Жұмабаев қалай жазды, солай ғана. Бір қайталанған бір 2-3 фраза ғана алып тастадық, қалғанын тиген жоқпыз. Бұл енді біз жаңағыдай бір оқиғаның желісінде өзгеруге, кіргізуге де хақымыз жоқ. Себеп дегенде ол басқа біреуінің шығармасы ғой. Біз тек қана оны жаңағыдай тереңінен ашып, жаңағыдай сол персонаждардың, жаңағы кейіпкерлердің жан дүниесін былай тереңірек зерттеп, сосын былай паш етуіміз керек те. Сол біздің сол шығармамыздың сондай болғандығынан да ол бағаланып жатыр да. Себеп дегенде көптеген шығармалар қазіргі жас режиссерлар бір оқиғаны басқа жаққа алып барып бір эксперимент деген осы екен деп жаңағыдай бүйректен сыйлық шығара бергендігінен көп нәрселер бүлдіріп алып жатыр да. Біздікі адам жанының тіршілігін ұмытып кеткендігі өз режиссерлардың өздеріне ше. Сол біздікі наоборот сол адам жанының тіршілігіне көңіл бөлгенімізден бір бағалып жатырмыз деп ойлаймын да. Ол расында да қай бір шығарма болмасын, ол адам жанының тіршілігін ғана көрсету керек, күйзелісін көрсету керек, не ойлап, не қойып отқан, былай айтқанда көрерменге ой тастауымыз керек. Болды. Одан басқа тәрбиелей де алмаймыз оны. Тек қана ой тастай аламыз. Сонымызбенен ғана жаңағыдай ұта аламыз. Әрине енді ол да оның өзі ой тастаудың өзі бір шама енді жұмысты, жігерді қажет етеді ғой. Жақсы, Жадыра, міне жалпы енді өзіңіз айтып жатсыз ғой, 1 жыл ғана өзімнің тәжірибем бар деп. Енді жалпы осы Шолпанның күнәсі өзіңіздің табиғатыңызға кірағар дедіңіз. Осы Шолпанға толықтай кіріп, көрермендерді таң қалдыру үшін, осындай гран-при иелену үшін сізге қанша уақыт керек болды? Өте азғандай сұрақ керек болды деп. Шыны керек, мен осы гран-приде 3-ші рет ойнадым ғой. Ең бірінші осы Петропавлда ойнадым. Одан кейін Семей қаласына барғанда гастрольде ойнадық. Көрермен алдында осы 3-ші осы Ақтөбеде ойнадым. Где-то 1 ай шығар жұмыс жасаған осы Шолпанмен. 1 ай жарым. Бірақ Аллаға шүкір, шынымен де көрерменнің көңілінен шықтық деп айта аламын, себебі Семей қаласында халық өте көп болды. Шыны керек, үлкен кісілердің батасын алдық сол жерде. Халық Шолпанды қатты не қылып қалды, ойып, ең соңында тіпті шапалақтағанда да кете алмай, үлкен кісілер прям жылап, одан кейін біткеннен кейін құттықтап бар, үлкен кісілердің бәрі өздерге бетінен сүйіп, ешкім танымаймын ана жерде, барлығы ырза болып бізге сөйтіп батасын алып кеткен не болатын біз. Одан кейін осы Ақтөбеде де Инстаграмда енді көп жазып жатыр, кішкентай қыздар жазады. Сізді көрдім деген. Иә, кішкентай қыздар мектептің оқушыларын шақыртты ғой бізде Ақтөбеде. Сол кезде айтады да, біз үлкен бір тәрбие алдық, шыны керек
бір не алдық, жаңа айтып жатсыздар ғой, рухани бір не алдық деп өзімізді түзеуге деген секілді, болашақта ондай жасамай деген секілді жаңа оқушылар да, мектеп оқушылары да жазып жаңа өз пікірлерін білдіріп жатты. Иә, жалпы дұрыс айтасыздар, осы шығарма менің ойымша тәрбиелік мәні өте мол. Өйткені оқушыларға да міне әсер етіп кеткенсіздер ғой. Жақсы, енді семейге сапарларыңыз туралы оны да сұраймыз. Айтып бересіздер міндетті түрде. Ол келесі бір айдарымызға кезек беріп жіберейік. Құрметті телекөрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік, Қызылжар арнасының тікелей эфирінде қайырлы таң сазды ақпараттық бағдарламасы. Біз сіздермен тікелей эфирдеміз, сондықтан да бізге хабарласыңыздар, немесе студия қонақтарына қандай да бір сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісіне жазсаңыздар, міндетті түрде сіздерге эфир барысында жауап беретін боламыз. Олай болса, ары қарай сұхбатымызды жалғастырайық. Міне аға, енді міне бағдарламасы арқылы көптеген әртүрлі театрлардың көп өнер көрсеткендерін көріп отырмыз. Жалпы қалай ойлайсыз, осы сайыста ең басты сіздерге қарсылас қай ел болды? Фестивальға 10-нан асық театр қатысты, 11 театр болыпты. Сол енді мына әрбір елдің жаңағындай спектакльдар әрине, олар жаңағындай үкілеп жаңағындай баптап келген спектакльдерін қосады ғой бәйгеге жаңағындай. Енді бәрі тең бір жақсы туындылар болды. Енді мына ең біріншісі жаңағындай маған қорқыныш тудырған жағы Алматыдағы мына лаборатория 316 деген театр болды. Бұл экспериментальный сондай бір театр екен. Алматыда Фридрих Дюремматтың шығармасы бойынша спектакль алып келген. Режиссері, сол спектакльдің режиссері, үздік режиссер номинациясын жеңіп алып кетті. Осы театрдың жаңағындай спектакльдің өте керемет сәтті шыққан шығарма деп есептеуге болады. Содан кейін мына Татарстан елі, Татар еліндегі Буа қаласынан келген театр бар екен. Бұл енді Татарстан енді Ресейдің қарамағындағы ел ғой енді. Олар енді Ресей деген бұл театр өнерінің меккесі деп айтуға болады. Сол жерде жаңағындай Станиславский бүкіл әлемге тарады ғой солардың жаңағындай ілімі, театр ілімі бұл айтқанда. Михаил Чехов деген кісі болды, Антон Чеховтың жиені. Солар жаңағындай актер өнерінің теориясын жасаған адамдар. Яғни ол Ресей деген үлкен театралдық бір державаның бірі. Енді сол елдің театрменен бізге жаңағындай ат салысу жаңағындай өте қиынға тұрды да. Олардың сол шығармалары өте сәтті шыққан дүние деп ойлаймын. Сол екі театр мені қатты жаңағындай қорқытты. Бірақ өздеріңіздікін дәлелдеп шықтыңыздар ғой, ешқандай қорқыныш қажет жоқ. Жақсы. Аға, енді жалпы әрбір режиссер болсын, басшы болсын, өзінің қызметкерлеріне жалпы енді үмітпен, сеніммен қарайды ғой. Бірақ енді осы халықаралық не дегенмен енді басқа елдердің алдында біздің Петропавл өңірінің намысын қорғадыңыздар, солтүстік Қазақстанның. Қорқыныш болған жоқ па өзіңізде? Жаңадан келген актриса, екі рет қана үлкен сахнаға шықты осы Шолпанның рөлі бойынша деген кішкене бір қорқыныш болған жоқ па сізде? Әрине қорқыныш деген, мысалыға мен үлкен опытный артистермен жұмыс дегенде де ол қорқыныш себеп дегенде спектакль деген ол қиялда ғана тұрған нәрсе ғой. Қағазда бар, но бірақ бұлай өмірге шынайы реальный өмірге келген кезде ол әртүрлі болып кетуі мүмкін. Біз режиссердің жаңағындай актердан өледі деген сөз бар. Режиссер умирает в актере деген сөз бар жаңағындай. Кез келген нәрселерден қорқа береміз. Ол мысалға жаңағындай ол бүгін ауырып қалмай ма екен, жаңағындай суық ішіп қоймады ма екен, тамақ ауырып қалмады ма екен, бүгін жұмысқа репетицияға келе ме екен, толып жатқан жаңағындай нелер бар. Бірақ соның бәрін енді танысып атамыз ғой жаңағындай. Менің алдында жаңағындай Полинаның рөлін беріп кімге жадыраға мысалға. Біліп алдым, емге қорлығы бар екен бұл қыздың. Жаңағындай жүк арқаласаң көтере алады екен деген жаңағындай предчувствиялары дейміз ғой жаңағындай. Сезе бастағаннан кейін барып жаңағындай табыстадық. Әрине қорқынышты болды. Неге
мүмкін неге шыққан кезде көрерменнің алдына шығып келіп қалған кезде қобалжып кете ме, қорқып кете ме деп. Наоборот, сол мен бұл жаңағындай бәйгеге шыққан жаңағындай аттар жаңағындай тыпыршып бір жерге отырмайды ғой. Сол секілді актерлар да сондай. Неге келгенде мен қаттырақ сөйлейін ба, сезімдерімді қатты беріп жіберем бе деп жаңағындай білдіріп алуы мүмкін ғой. Сондықтан ол жерде жаңағындай қой, бәрі жақсы болады, спокойно, ешнәрсені ойлама, рахаттанып ойна деп атып жаңағындай ақырын үйреніп аламыз. Енді бастысы ол емес енді. Ол енді күнделікті жасап жүрген тіршілігіміз. Менің қуанып атқаным, менің бір неткенім, біздің театрымыз өзіңіз білесіз 20 жылға енді ғана толады. Осы үлкен дүбірлі додаларда біздің театр осындай бір алдыңғы жақтан көрініп жатқанына мен өте қуаныштымын. Осыған сыймықтанамын. Себеп дегенде алдында солтүстік Қазақстанда жаңағындай қазақша білесің бе деп те мазақтайтын, қазақ театры бар ма деп те мазақтайтын жаңағындай. Енді міне бізбенен есептесетін болды. Петропавл келе жатыр десе, қорқады кішкене дейсіз. Қорқады, сескенетін болды. Қандай спектакль келе жатасыздар? Сіздер қатыспасаңыздар жақсы болатын еді деп жаңағындай қалдыңдап айтып жатады өзіміздің әріптестеріміз. Міне осы менің қуанышым осы. Біздің театрымыздың жаңағындай солтүстіктегі шетте, желдің өтінде тұрған елде жаңағындай театр өнері бар екенін, мынау олар енді тек қана болып қана қоймай, жаңағындай тон бүкіл Қазақстандағы театрлардың ішінде жаңағындай үлкен бір басекеге араласқаны, бір планкада да айтып отқаны, бізге жете алмай жүрген театрлар бар қаншама дейсіз. Міне осыларға жетіп отқанымызға бізге өте шүкір деп айтуымыз керек те. Осындай баяғыда бізге өздеріңіз білесіздер, кім елбасы Нұрсұлтан Әбішевич театрды ашып жатып, сол біздерге осындай мәдениет ошақтары керек. Ата-бабаларымыздың сөздерін жеткізіп тұратын осындай мәдениет ошақтары керек деп айтқан. Міне осы айтқан сөзін біз ер мойнында қыл арқан шермейді дегендей, осы ел ағаларының сөздерін жерге қалдырмай, бабаларымыздың Мағжанның сөзін мысалға елге қайттан жаңаша ұсынып жатырмыз, жаңаша көзқараста қарап жатыр. Міне осыған шүкір деуіміз керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыздар аға, енді көбінесе жалпы айтып жатады ғой, жаңа өзіңіз айтқандай солтүстік өңірді көбінесе орыстанып кеткен, қазақша білесіздер ме деген сияқты. Солтүстік өңірінің қандай екенін дәлелдеп жүргендеріңіз, сіздердің арқаңызда ол әрине енді актерлердің де шеберліктерінің арқасында және барлық театр қызметкерлерінің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарғандығының арқасында ғой осының барлығы. Жақсы. Жадыра, жалпы өзіңіздің құбылысыңызға қандай рөлдер жақын? Комедия болып, комедия ма, әлде трагедия ма, көбінесе қандай рөлде сомдаған өзіңізге ұнайды? Маған көбіне комедия ұнайды. Себебі мен университет қабырғасында да тоже мерекелік меню деген французский комедия ойғамыз. Мен де сонда ойнағам басты рөлде. Енді университет қабырғасының кішкене театрдан өзгешелігі бірінші, екінші курс кезінде сен әлі кішкене база алып, жаңағыдай енді аяқ басып келеміз де, одан кейін үшінші, төртінші курста бізге бір спектакль береді. Сол 2 жыл бір спектакльмен жұмыс жасаймыз. Бір жылына жартысын, екінші жылына қосып. Сөйтіп мерекелік менюда комедияны ойнап, одан кейін осында келіп жаңа пайдалы орында ойнап, өзім қалжыңдап өмірде де сол кішкене комедияға жақын табиғатым. Шыны керек, Шолпан менің драма, трагедия жағынан бірінші рөлім. Бірінші рөліңіз болды. Не бірінші рөліңіз болса да қандай нәтиже көрсеттіңіз? Енді мен гран-при туралы айтып кететін болса, мен өте қатты қорықтым. Өте қатты осы театрдың абыройын түсіріп алмайын ба деп қатты мен осы қашан басталды, балаусаға барасың деп. Содан бастап ұйқы жоқ дейсіз ғой. Ұйқы жоқ, шыны керек, өзім ұйықтасам да, миым ұйықтамай күндіз-түні соны ойладым да. Бірақ көбіне білдіртпеймін негізі. Осы коридорда да директор көріп қалса, балаусаға барасыңдар ертең, дайындал деп маған кәдімгі жаман қорықтым да мен. Тем более бірінші фестиваль, бірінші басты рөлде ойнағасын. Одан кейін бұның алдында жаңағы Гүлдана әпкеміз Шолпанды ойнаған, тоже олар Өскеменге барып, Рүстем Есдәулеттің атында фестиваль болды да, тоже гран-при алып келді. Октябрь кезінде, күзде. Екінші гран-приіміз Шолпан Грас. Біздің екінші гран-приіміз, сол кезде алып келгеннен кейін біз өте қатты қуандық сол кезде. Мен ол кезде білмеймін де кіретінді бұл рөлге. Маған қалатынын. Мен мүлдем ұйықтасам да түсіме де кірмеген. Сөйтіп осыны ойлағанда мен өте қатты қобалжыдым. Осы бара жатқанда пойызда да Құдайдан тілеп осы абыроймен қайтсақ екен, ең бастысы жақсы ойнап абыроймен қайтсақ екен.
одан кейін ішінде де тұрады ғой енді все-таки бір гран-при алғаннан кейін екіншісінде де енді қалай болады деп қатты уайымдадым. Одан кейін біз пойызда келе жатқанда Батыр ағадан естідік. Өте қатты қуандық, шыны керек. Жақсы, енді әрине қобалжиды, өйткені сіздің мойныңызда белде бір Сәбит Мұқанов атындағы Қазақсаз драма театрының намысы тұрды ғой, сіздің қолыңызда болды. Сіз егер қандай да бір қателік жіберсеңіз де, ол енді өзіңізді әрқашанда кінәлі сезініп жүретін шығарсыз. Жақсы, аға, міне өзіңіздің балаларыңыз көп екен ғой, ауырып қалмады ма, тамағын ішті ма деп барлығын уайымдап жүресіздер. Жақсы, енді болашаққа қандай жоспар? Осы Шолпанның күнәсінен басқа тағы жадыраны қандай трагедиялық рөлге қойғыңыз келеді деген сияқты әлде? Жоқ, бір актриса жан-жақты болу керек меніңше. Ал комедияға да, жаңағындай неге де, трагедияда байланып қалмау керек. Әртүрлі. Қалай десем, жұрт көрермен жаңағындай, мына жадыраны қазір бір жаңағындай трагедиялық рөлін көреміз деп келген кезде, көрерменге вообще кереғар жаңағындай рөлді ойнатып қою керек. Кемпірді ойнап қалуы мүмкін мысалға. Немесе жаңағындай жас баланы ойнап қалуы мүмкін. Меніңше болашақта келіншекті ойнайды ғой деген ойды бар енді. Болашақта жаңағындай спектакльдеріміз, жоспарларымыз жаңағындай. Менің өз басымда Чеховтың шығармаларынан жиынтықтап бір спектакль қойсақ деген ойымыз бар. Сол спектакльде қатысып қалам екен, онда анық белгісіз, бірақ сол шығармалық жаңағы Чеховтың шығармаларын сахналаймыз деген ойым бар. Содан кейін Мырза Гапаровтың бір үлкен бір шығармасы болған бар, әрине, Киотоға жол деген. Ол театралдық фантазия жанрында жасалған екен. Ол фантасмагорияға да жақын, мына өзіміздің Арал теңізінің трагедиясына байланысты, сосын жан-жануарларды табиғатқа деген қорғау мәселесіндегі тақырыптарды қозғайтын спектакль, әрине адам жанының экологиясының бұзылғандығы туралы шығарма, Киотоға жол деп аталады. Сол шығармаларды сақтанасам деген ойым бар. Құдай қаласа, болашақта. Әрине, енді ол жоспарда қазір ше. Оны тәжірибе жүзінде іске асыру керек. Құдай қаласа, бұл қазіргі сезон, маусым театралық сезон аяғына жақындап келе жатыр. Мына Құдай қаласа, мерекелік іс-шараларымызды аяқтасақ, 1 май, 9 май, сол біткеннен кейін жаңағындай біздің өзіміздің маусымымыз жабылады. Содан келесі маусымға дайындаламыз ғой, Құдай қаласа. Жеңіс күнін барлығын абыроймен өткізіп алайық дейсіз ғой. Жақсы, олай болса, осы жерде сіздердің гран-прилеріңіздің құрметіне, сіздердің өздеріңіздің еңбектеріңіздің құрметіне әсем ән ұсынайық, олай болса. Құрметті телекөрермендер, дәл қазір әсем ән тыңдап қабыл алыңыздар, сіздерге арнаймыз. Құрметті телекөрермендер, тікелей эфирде Қайырлы таң сазды ақпараттық бағдарламасы және бүгінгі біздің студиямыздың қонағы өңіріміздегі Сәбит Мұқанов атындағы Қазақсазы драма театрының режиссері мен актрисасы, олай болса, сұхбатымызды әрі қарай жалғастырайық. Міне, жақсы, жалпы енді Ақтөбе туралы сөйлестік, Шолпанның күнәсі туралы сөйлестік. Сіздердің театрларыңыз үшін сәтті шығарма болыпты, 2 жерде гран-при алып келіпсіздер. Енді театр өмірінде қандай жаңалықтар бар, қандай қойылымдар болып жатыр, көрермендерді, бізді қандай қойылымға шақырасыздар, қандай премьера болады? Жақында біздің театрымыздың жаңағындай көркемдік жетекшісі Фарқат Молдағалінің несі шығады, жақында премьерасы болады, ол жан дауысы деп аталады. Ол мына Семей полигонының зардаптары туралы сондай спектакль. Құдай қаласа, осы айдың сәуірдің 30 күні болады, Құдай қаласа. Сосын енді біз күнделікті спектакльдерді ойнаймыз. Жаңағындай ай бойы аптасында біз 5-6 спектакль ойнаймыз. Сол жексенбі күндері, мына сенбі күндері де спектакльдер болып жатады да. Сол репертуарымызда 20-дан артық спектакль бар. Оның ішінде жаңағындай Шолпанның күнәсі бар, жаңағындай Қасірет спектакліміз бар, Қарагөз, солар қазір репертуарда айналып жүріп жатыр. Құдай қаласа, жаздың июнь айларында Астанада Самғау фестивалі болады. Сол фестивальға қатысады театр. Сол енді күнделікті тірлік, таң атқаннан кешке дейін. Самғауға да бір көрініс алып барасыздар, иә? Самғауға сол кімнің, Фарқаттың жаңағы жан дауысы
шығармасы бар жаңа шыққан спектакль болады, соны алып барады Құдай қаласа. Ол Жан даусының премьерасы Семей қаласында болды, Иә. Сіз ойнайсыз ба жатыр? Иә. Қандай рөлде ойнайсыз? Мен Жан даусында өспей қалған қыздың рөлін ойнаймын. Басында кәдімгі қыз болып жүреді де, одан кейін Семей полигонын сезбейді мүлдем. Адамдар барлығы нетіп жатса, бұл сезбейді, жүре береді. Бала сөйтіп ойнап, күліп, ең соңында сезеді, іштей сезеді. Денесі бәрі өсіп кеткен, киімдері қысқарып қалған, бірақ миы сол қалыпта, әлі сол. 5 жастағы қыз қалпында қалып қояды. Жақсы, енді Семейде барып өткізіп келдіңіздер ғой. Семей халқы қалай қабылдады? Өте жақсы қабылдады. Халық деген өте көп болды. Шыны керек, біз за кулисой тұрғанда дайындалып жүреміз ғой, енді настроиться етіп спектакль басталардың алдында занавес жабық тұрады. Сол кезде маған көрерменнің энергиясы берілді ғой. Прям андай өзім Семей қаласына бірінші рет бардым. Өте қатты барғым келіп, мен киелі жер болғандықтан өте көргім келіп, музейге алып барды бізді, ол өзі жаңағы Семей полигонынан зардап шеккен кішкентай. Жалпы Семей халқы өзі өнерге жақын халық. Өздеріңіз білесіз ғой, Мұхтар Әуезовтің елі, Абайдың елі дегендей, Шәкәрімнің елі. Сондай өнерге олар өте жақсы қарайды екенде, сосын сондай қонақжай. Солан алыстан келген теріскейлік театрды қарсы алу үшін тайлы таяғы қалмай жаңағындай ақсақалынан еңкейген шалына дейін, еңбектеген баласына дейін сол театрдың айналасында жүріп түгел жаңағы зрительный залды толтырып сол біздің өнерімізге қатты қол шапалақтап, тәнті болып, жаңағындай рахметтерін айтып жатыр. Мен өзім бармасам да, жаңағындай артында сол жақтағы жолдастарым, таныстарым жаңағындай телефон соғып, хабарласып біздің театрға қатты тәнті болып жатыр. Құдайға шүгір дейікші, осымыздан жазбайықшы, өзіміз қорқамыз жаңағындай, өзімізді театрымызға өзіміз жаңағындай көз тигізіп оламыз ба деп жаңағындай. Сол. Жақсы. Ал солтүстік өңірдің халқы қалай ойлайсыз, театрға қызығушылықтар қандай деңгейде? Енді 20 жыл болды театр. Енді 20 жылда жаңағындай театр болмағанмен ән күй бар ғой, болды ғой. Бірақ театр болмады. Театр өнер, актерлық спектакльдер қойылмады. Енді мен өнер колледжінде сабақ берем, актерлық шеберліктен. Сонда келіп жатқан балалардан сұрасақ жаңағындай, спектакль көріп пе? Жоқ, көрген жоқпын дейді. Әрине ол жаңағындай орысша айтқанда деймін ғой, желать лучшего дейді ғой, театрға қызығушылық әрине онша жаңағындай көтеріліп кеткен жоқ. Бірақ аздап енді ол өз бауыменен келетін дүние ғой деп ойлаймын. Себеп дегенде Совет өкіметінде кезінде жаңағындай сол бір тоқырау кезең болды ғой 90 жылдарда. Сол кездерде біз, менің ойымша, жеке ойым, театрдан мүлдем нетіп жаңағындай келмей жұрттар, сол ұрпақ сол жоғалтып алды, үзіп алдық жаңағындай. Үзіліп кетті сол нәрсе. Мына енді ғана бір қалыптасып келетқан несі бар. Жастардың әсіресе. Мына университеттің студенттері көп келіп, сол өте қызығушылық танытады сол. Қайта сұрай береді жаңағындай, қалай қоясыздар деп, сол қызығушылығын артып келе жатыр Құдай қаласа. Енді меніңше бұдан өркіндеп өсе береді. Құдай қаласа мына театрымызды салып жатыр, жаңа театрымызды. Сонда дағы бір үлкен формадағы спектакльдер дүниеге келеді. Сонда да жаңағындай көрерменнің ықыласы театрға ауат деп ойлаймын. Жалпы негізі руханиятқа жалпы кітап оқуға, ән күйге, мәдениетімізге деген бір біздің жаңағындай әлі де бір сана сезіміміз ояна қойған жоқ. Мына Петропавл емес, солтүстік Қазақстан емес, бүкіл жер әлемде деп айтайықшы. Баяғыда кім айтыпты ғой жаңағындай, Бернард Шоу. Мына аспанға ұшуды үйрендік, суда жүзуді үйрендік. Енді біз жер бетінде адамша өмір сүруді үйренуіміз керек деп айтыпты жаңағындай. Рас, біз деген қазіргі таңда жаңағындай мәдениетімізді, өзіміздің жаңағындай төл мәдениетімізді керек десеңіз, жаңағындай ақын жазушыларымызды насихаттау, өзіміздің өнерімізді, мәдениетімізді бұлай құштарлықпенен оқып, қызығушылық танытып, сосын бір әлемге бұлай жеткізуді ойлау керек те. Соған бір онша жаңағындай бір құштарлық танытып отқан жоқ. Өте аз, сирек.
Жақсы. Жалпы айтады ғой, аға көш жүре түзеледі деп. Құдай Барлығы да уақыттың бағымында ғой. Енді алайсы барлығы болашақта мүмкін театр сүйер қауым көбейіп, сіздер күн сайын спектакль қойып шаршайтын шығарсыздар көрмейді. Жақсы. Жалпы енді осы театрда, қазақ театрда біздің телеарнамен өте байланысты ғой. Сіздердің актерларыңыз бізде поэзия бағдарламасында да, поэзия айдарында да бізге әрқашан көмек қолын созып жүреді. Үлкен рахмет сіздерге де ол үшін. Жақсы, олай болса келесі кезекте осы поэзия дедік қой, поэзия әлем айдарына кезек берейік. Рахмет. Біздің студиямыздың қонағы өңіріміздегі Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының режиссерімен және актрисасы. Олар жақында ғана Ақтөбе қаласында өткен 4-ші балауса халықаралық фестивалінде гран-при иегері атанды. Біздің өңір мақтаныштарымыз, біздің өңірімізді жоғары биік белестерден көрсетіп жүрген атақты адамдарымыз деп айтсақ та болады. Жақсы, үлкен рахмет аға. Міне жадыра, өздеріңіздің еңбектеріңіз елене берсін. Осындай гран-примен тоқтап қалмай, әлі де халықаралық деңгейде көптеген белестерді бағындырып, біздің өңіріңіздің атын шығарып жүре беріңіздер. Біздің бүгінгі Қайырлы таң бағдарламасына да уақыттарыңызды қайып келгендеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Бізге келіп тұрыңыздар, өздеріңіздің жаңалықтарыңызбен бөлісіп тұрыңыздар. Олай болса, біздің көрермендерімізге арнап, өздеріңіздің тілектеріңізді айтып жіберсеңіздер. Енді әрбір елдің мәдениеті жоқ, ел болмайды дейді ғой. Бұл енді баяғыда соғыс кезінде Черчилльге барып, бір жылдық бюджеттің документтеріне қол қойылып жатып, сосын сұрапты Черчилль, мына мәдениетке қайда деп. Десе, анау айтады дейді, мәдениет деген қаяқтағы мәдениет қазір? Соғыс жүріп жатыр ғой, мәдениетті алып тастадық деген ғой. Десе, онда біз не үшін соғысып жатырмыз дейді, деп айтады. Яғни ол мәдениет болмаса, ол нені қорғап, нені нетеміз? Неге ат салысып, неге жан қиямыз? Яғни мәдениетіміз, өнеріміз биік болу керек әр елде. Біз басқа елдерді, мысалға француз десек, француздың қанша нефтісі бар екен, қанша байлығы бар екен білмейміз. Бірақ ол елде, француз елінің жаңағындай атақты жазушыларын, Гюгон айтайық, Вольтерді айтайық, оның жаңағындай бертіннен келеткен жаңағындай Пьер Ришарды айтайық. Солар үлкен өнеріменен ғана жаңағындай әлемге танылып жатыр. Яғни біздің де жаңағындай мәдениетіміз сондай бір биік деңгейге жетіп, баяғы заманда аталарымыз найзаның ұшымен, білектің күшіменен жерді қорғап қалған болса, қазіргі таңда біз өзіміздің мәдениетімізбенен елімізді сақтап қалуымыз керек. Яғни баяғыда бір ағамыз айтқандай, домбырамызбен сақтап қалуымыз керек. Яғни біздің қашанда да өнеріміз үстем болатын болса, мәдениетіміз биік болатын болса, сонда ғана біз биік деңгейге жетеміз. Мына әрбір қазақстандыққа соны тілегім келеді. Әрқашанда осы еліміздің мәдениетіне, өнеріне жаңағындай үлесімізді қосып жүрейік. Әрқашанда осы еліміздің еңсесін, абыройын ұлт жанды азаматтардың көп болуына тілектеспін. Рахмет аға, әумин айтқаныңыз келсін. Жадыра? Ағаның, Батыр ағайдың барлық сөзіне қосылам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз сіздерді театрда күтеміз. Келіңіздер, көріңіздер. Жақсы, міндетті түрде біздің де түсірілім тобымыз баратын болады. Премьераларыңызға шақырып отырыңыздар. Тағы да бізге осындай жаңалықтарыңызбен, өздеріңіздің гран-прилеріңізбен келіп студиямызға қонақ болып кетіңіздер. Үлкен рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен маған берілген уақыт аяқталды. Келесі кезекте орыс тілінде эфирді әріптесім Жанар жалғастыратын болады. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.